Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Қалдарыңыз қалай? Жаңа жылдың жаңа видеосы және ең алғашқы видеосы. Біздің канал әрине көбіне медициналық білімдерге арналған, бірақ та мен бүгінгі видеоны мақсат қою деген тақырыптан бастағым келді. Себебі жаңа жылдың басы біз ең бірінші мақсат қоюымыз керек. Ал медициналық сабақтар, әрбір тақырып ол жай ғана инструмент деп ойлаймын өз басым. Мақсат одан да маңызды. Қараңыздар. Мен бұл видеоны шығармастан алдын, бұл видеоны шығаруға мен құқылым ба деген сұрақты қойдым да, яғни құқылым ба деген, сен өзің мақсат қоюдан бірдеңе орындай алдың ба, біреуге ақыл айта алатындай деген сұраққа өзім есеп бердім. Ол есепке өзімнің қанағаттанатындай жауабымды алғаннан кейін бұл видеоны түсіруге шешім қабылдадым. Және саған арнап бұл видеоны мен түсіріп жатырмын. Сен, скорее всего, медик студентсің, медициналық универде оқитын, мүмкін медицина саласында жұмыс жасайтын адамсың, мүмкін биологсың, мүмкін резидент дәрігерсің. Бұл видео барлығына арналады. Барлық адамға арналады. Колледж студентін ұмытып кетіппін, түлектерді ұмытып кетіппін, кешіріңіздер. Қараңыз достар, бірінші айта кетейін, мен де мақсат қою деген затты түсінбейтінмін баста. Не ол, не айтады осылар деп осындай видеолар шыққан кезде қумаңдаршы қайдағы деп кезінде мен солай ойлайтынмын. Бірақ одан кейін бір келесі этап мақсат қойып бастайсың, бірақ орындалмайды олардың көбісі. Ол этаптан өтесің. Үшінші кезек, мен осы жазда Алматыда бір психологтың семинарына бардым. Ол жерге мен ақша төлеп бардым, үлкен ақшаны. Сол жерде маған керемет методиканы бөлісті. Ол методика 3 айлық методика, 3 айда мақсаттардың орындалуына арналған. Ол маған 100% көмектесті. Және мен сол жерде алған ақылы білімімді осы жерде ютубта тегін бергім келіп отыр. Әрине, бұл жерде тегін болғасын, көбісі оның құнын білмей, бұл видеоға кірмеуі де мүмкін, видеоның басынан да шығып кетуі мүмкін көбісі. Сол себепті бұл видео құнсыз. Бірақ та сен маған сенімнің күшінің арқасында осы жерге қарап отырсың, до конца көрсең, видеоның соңында сен керемет нәтиже аласың. Және айтылған әрекеттерді, шарттарды орындасаң, сен 100% нәтижеге жететініне мен сенімдімін. Себебі бұл жерде құнды ақпарат беремін саған. Мақсат қою бойынша. Қара, идеал күн деген болады. Бұл менің өзім жасаған дүние емес, өзім ойлап таптым деп айта алмаймын, бұл методика. Идеал күн деген сенің қалайтын күнің, қалауың. Ол белгілі бір уақытқа бөлінеді. Ол белгілі бір уақыт дегеніміз 3 ай. Адамның миы 3 ай аралығында болжай алады. Ал 1 жылға, 10 жылға адамның миының болжау потенциалы жоқ ондай. 10 жылдан кейін не болатыны адам миы өте қиын. Себебі айтады ғой, болашақты бір құдай біледі да. Сол себепті біздің миымыз болашаққа бағытталмаған жұмыс жасауға, болашақты болжауға деген сияқты. Біздің миымыздың максимум көре алатын, стратегия құралатын уақыты бұл 3 ай. Негізі. Енді қараңыздар. Демек, 3 ай екен, біз 3 айға мақсат жоспар құра аламыз. Дұрыс па? Мысалы, қаңтар, январь, февраль, март. Біз мартқа дейін белгілі бір жоспар құрып, мақсат құрып орындай аламыз соны. Көрдіңіздер ғой? Енді қараңыздар, көбісінде және де менде кезінде не үшін мақсаттар орындалған жоқ деген бір әдемі сұрақ бар. Ондай сұрақ өте көп адамдарда бар деп ойлаймын. Видеоны мына жерден көріп отқан. Енді қараңыздар. Бізде мынандай да, мен қазір отырып алып ертең Lexus 570 алам, немесе 3 айдан кейін Lexus 570 алам десем, сенің айлығың или стипендияң 75.000 теңге, айына бір 200.000 теңге тапсаң, ол логикаға келмейді. Мен қатты үлкен машиналар айтқан жоқпын, 570 қатты қымбат машина емес негізі. 55 миллион теңге былай келмейді ол ше. Айына бір 3-4 миллион теңге тауып тұрсаң, более-менее кредитпен алуға болады деген сияқты. Соның өзінде бір логикаға сыймайды. Аз табысы бар адамға бір есепке сағанда келмейді ол мысалы. Ертең мен 3 айда үлкен хай-тек стиліндегі үй алам деген сияқты қымбат, сен потенциалыңа келмейтін дүниелер қол жетімсіз көрінеді. Шынымен де ондай мақсаттардың орындалмау вероятності жоғары. Себебі жерде есеп жоқ ол мақсатта. Қиялда әңгіме жоқ. Ол жерде мен келсем. Бірақ та осылар есеп деген дүние бар да, цифра деген дүние бар. Ол шындық деген, параллель. Цифра, параллель, шындық. Ол екеуі бірдей жүреді.
Ал қиял ол жерде факт жоқ та, шындық жоқ. Қиялда шек жоқ, шынымен оған шектеу қоймаңыздар. Бірақ та есеп деген бар. Мысалы идеал күн деген методика, міне мына блокнотта мен сол идеал күнімді орындау арқылы, қазір айтып беремін, 3 айдың ішінде айтқанды орындау арқылы мен өткен жылы өте үлкен мақсатымды орындадым. Сол мақсаттардың бірі, мен өзім университетте 5-ші курс оқып, өзімнің жеке үйімді наличкаға алдым 2 комнаталы. Бұл енді медик студент үшін, соның ішінде мен үшін үлкен жетістік шыны керек. Үйсіз күйсіз жүрген, нөлден келген бала үшін бұл үлкен жетістік. Бұл осы методиканың арқасында да. Енді қараңыздар, мен не үшін 3 ай деп айттым. Идеал күн деген сенің 3 айдағы жеткің келетін, немесе қалауыңдағы идеал күн. 3 айдан кейінгі. Мысалы, бүгін қаңтардың 7-сі болатын болса, наурыздың 7-сінде сен не қалайсың? Деген сияқты, сенің келесі, енді ол цифра дәл сол күні орындалмауы мүмкін, бірақ 3 айдан кейінгі армандар, қойылған мақсаттарың орындалып бастайды идеал күніндегідей. Енді қараңыздар, мен не үшін мана 570-ті мысалы келтірдім, хай-тек стиліндегі үй деп не үшін үлкен заттарды мысалы келтірдім да. Қараңыздар, есеп достар. Мысалы, медик студенттің деңгейінде мақсаттар қалай қойылу керек? Мен 3 айдан кейін рубежкаларымды 90+-ке жауғанмын деген сияқты, жауамын деген сияқты бір әркімнің өз деңгейінде қол жетімді 2-3 есеге көбейте алатын, өзінің қазіргі жүргізіп жатқан, жасап жатқан ісін 2-3 есеге күшейген нәтижесін ала алатын бір мақсаттары болса ғана. Асып кетсе 3 есе. Мысалы, сен қазір 70-пен оқып жүрсің, сабақтарың 70-80, мен 3 айдан кейін 90 алғым келеді десең, 90+ке оқуым келеді, бүкіл сабағым десең, ол миға қонымды, оны жасауға болады деген сияқты. Мен кезінде дәл өзімде 2-ші курстың 2-ші семестрында мен сондай мақсат қойғам. 2-ші семестрдің 2-ші семестрінде мен солай повышкаға шыққанда, себебі қол жетімді мақсат болды да ол мен үшін. Көрдіңіздер ғой? Вот. Сол себепті қол жетімді. Финансовый жағынан да, білім жағынан да сіз қазір өзіңізге мақсат қоя аласыз. Мысалы, мен 3 айдан кейін бүкіл бағаларым 90+ болады. Қазір мен сіздерге бұл дұрыс жол емес, бірақ мен сіздерге мысал ретінде көрсетемін. Стипендияңыз 76 000 теңге ма? 3 айда мен 100 000 теңге депозитке жинаймын. Деген сияқты әркімнің жеке пландары бар ғой, мақсаттары. Сіз осылай алдыңыздағы 3 айға осындай жоспарларыңызды жазып алыңыз. Былай. Енді қараңыздар. Бізде тағы бір үлкен проблема бар. Және де бізде сол алға қойған мақсаттарымыздың орындалмауының үлкен бір себебі де сол деп ойлаймын. Адамда қалау деген болады. Ол қалау адамға күш береді. Мысалы, қараңыздар, мен бір әдемі мысалмен келтірейін. Кезінде мен бір повышка стипендия алуды қатты қаладым. Шынымен де қатты қаладым, себебі менің айналамда бәрі демей-ақ қояйын, көпшілігі өзімнің қатары, өзімнің деңгейін, білім деңгейі аз адамдар повышка алып жүргенін көрдім де, мен неге алмаймын дедім де, қалауым болды да, мен тырысып алдым. 2-ші курста сондай болды менде. Одан кейін тағы бір зат, мен 3-ші курста, 4-ші курсқа дейін мен өзімнің жақсы көретін сабақтарым болды. Патофизиология, фармакология, физиология деген сияқты, биохимия деген сияқты сабақтарды мен өзім қатты жақсы көремін, шыны керек. И менің қалауым болды, ол сабақтарды жақсылап тереңінен түсініп алсам екен деген менің қалауым болды. И сол қалауым мені ол сабаққа деген бір үлкен желаниямды ашты, ол сабақты оқуға деген маған энергия берді, барлығын берді да, мен ол сабақты универдің бір күшімен, немесе апайлардың қысымымен, Платонскқа қойылатын бағаның деңгейіне қарап оққан жоқпын. Мен ол сабақты өзім үшін оқыдым, себебі менің қалауым баға болған жоқ. Менің қалауым сол сабақтарды түсіну болды. Көрдіңіз бе? Тағы бір мысал, мен 4-ші курста 2-ші семестрінде шыны керек далада қойдым. Яғни біз жатақханадан шығып, мен квартирада тұратынмын, күндердің күнінде біздің хозяин квартирадан шығарып жіберді. Сол кезде мен қатты қиналдым. 4-ші курстың сол март айында болды сол жағдай. Мен сосын барып айттым өзіме, мен осы жыл қалай үй аламын, яғни мен үй алуды сол кезде қатты қаладым, себебі мен үйім болмады да, квартирада салып қойдым. Одан кейін квартирада таптым, бірақ сол кезде қатты қаладым мен үй алуды. Алланың қалауымен сол 4-ші курс қой, 2024 жыл мартта сол жағдай болған болса, мен сентябрьде өзімнің 2 комнаталы үйімді наличка ақшаға алдым.
деген сияқты бұл қалау орындалды. Дәл қазір мен сол үйдің ішінде отырмын, менің идеал күнім орындалды. Енді қараңыздар, мақсат деген жаңағы бізде көбісі бар, мынандай баға алу, мынандай баға алу жоқ. Мақсат олай қоймайсыздар. Мақсат сезіммен. Қараңыздар, мен сіздерге мысал келтірейін. Қалауды не үшін айттым? Сол жерде өте маңызды, жақсылап түсініп алыңыздар. Мен мына мысалмен келтірейін сіздерге. Жоғары баға алу деген мақсаттың астында қандай қалау жатырғанын айтпаймын сіздерге. Жоғары баға алу деген мақсаттың астында бір қалау бар, оны жария етіп айту қиындау, бірақ өзіміз білеміз. Ол айналамызға айту, бөлісу. Мен 97 алдым деп біреу сұраған кезде, айтқан кезде соның вау деген реакциясын алу. Вот менің қалауым сол, негізгі қалауым. Бірақ ол менің мақсатымда жоқ. Менің мақсатым жоғары балл алу жақта жазылу да сондай. Бірақ негізгі сенің мақсатың ол емес. Сенің мақсатың мен 98 немесе мен подфизден 100 алдым деп біреу сұраған кезде, бағың қанша деп сұраған кезде айту да. Көрдіңіздер ма? Сенің негізгі мақсатың баға емес, сол сенің мақсатың. Түсінікті ғой? Повышка алу. Не үшін да, мысалы? Иә, ол 7-8 теңге разница бар шығар кішкене. Бірақ мақсат повышка алуда емес. Сенің негізгі мақсатың мен повышкамын деген, яғни мысалы сен аружансың да, аружанның повышка алады деген айналаңдағы адамдардың айтып жүруі. Осындай сен реакцияны алғың келеді. Саған бір деңгей береді ол. Давай медицинаны шайықшы. Машина алу. Я мысалы, сен алысқа кетпей қойық, Toyota 70 мінгің келеді. Біздің группаласымыз бар, 76-та жақында. Мен Toyota 70 алғым келеді айта беретін. Бірақ оның негізгі мақсаты Toyota 70 емес та. Ол сол Toyota 70-мен барып қыздардың алдында шірену да. Оның негізгі мақсаты, мен осылай отырып сұраған кезде сол айтады ол маған. Вот оның мақсаты 70 емес, оның қалауы манағыдай қыздарға барып өзін көрсету, себебі оның түрі жоқ, оның бір әдемі сымбаты жоқ та, ол просто сондай материалды дүниемен адамдарды қаратқысы келеді өзіне. Көрдіңіз бе? Вот. Енді қараңыз, бұл инструмент, достар. Бұны біз қолдануымыз керек. Идеал күн деп не үшін жатырмын мен? 3 айдан кейінгі мақсатта. Енді қараңыз, біз мақсатты қалай қоямыз? Мен, қараңыз, жазамын. Осы жерден басып жазамыз. Енді конспектке келдік. Мен 3 айдан кейін сен идеал күніндегі состояние жазып бересің. 3 айдан кейін маған группаластарым сұрақ қояды. Сен ситуацияны жазасың да, сұрақ қояды. Сен қанша алдың? Мен 100 алдым деп, оған жауап беріп жатырмын. Міне, бұл сен алып атқан реакцияң, сенің қалауыңды жазып атсың жерге. Мен сондай, мен 100 алам емес, мен сондай чувство. Маған айналамдағы, вау, сен күштісің, қалай дайындаласың, қандай курс оқыдың, Беркер Мұхановта оқыдың ба, Қазметте оқыдың, деген сияқты саған бір керемет комплимент айтады. Апайлар мақтап атады сен. Вот сен соны жазасың. Сен 100 алу жазбайсың. Менің 3 айдан кейін, яғни 7 наурыз күні, яғни қазір бүгін жазатқан болсаң, 7 наурыз күні мен идеал күніңді сен сабақ қылсың. Мысалы, фармакологиядан апай мені мақтап 100 қойды. Группаның алдында мені мақтады. Осы группадағы ең мықты қыз, немесе ол өте жақсы оқиды. Мен бұндай баланы көрген жоқпын. Группаластарым мақтады, маған да үйретші. Қалай алдың, қайдан оқыдың, қандай курс оқыдың деген сияқты. Саған күшті сезім береді. Вот, сен осы сезімді жазасың мақсат қылып. Түсінікті ма? Вот. Достар, сутті түсіндірдім ғой. 100 000 теңге ақша жинаймын емес, оның сезімімен не үшін жинайсың ақша деген сияқты да. Не үшін жинап жатсың? Мен жазасың. Мен, болады 100 000 теңге жинай шайға, себебі айына қанша төлейді бізге? 75 000 теңге стипендия төлейді студенттерге. 3 айда үлкен ақша ол да. Оның 100 000 теңгесін депозитке жинау ол мүмкін. Мүмкін ол. Жинайсың. Мен қатты қуанып тұрмын. Осындай немде бір көңілім тоқ. Стипендия болмай қалса, түспей қалса, жаңағыдай уайымдамаймын деген сияқты. Сен сезім жазасың да, мен себебі менде депозитімде ақша бар деген сияқты. Мен қорықпаймын, менде себебі ақша бар деген сияқты. Сенің сезіміңді жазасың. Көрдіңіз ғой? Еш уақытта негатив қоспаңыздар, достар. Негатив еш уақытта қоспаңыздар бұның ішіне. Тек қана позитив, тек қана позитив.
Көрдіңіз ғой достар, бұл реально көмектеседі. И жігіттер болса, бір қызды сындыра алмай жүрген болса, әрине бұл не факт, бірақ жазып көріңіздер ғой да. Маған өзімнің ұнатып жүрген қызым қарады, мен қатты қуанып қалдым, онымен сөйлесіп жатырмын деген сияқты, оны да жазып көрсеңіздер болады да. Кез келгенін вариант ретінде, бірақ оны достар реально да есеппен қол жетімді. Мысалы мен ертең Марсқа ұшамын десем, 3 айдан кейін Марсқа ұшамын, ол нереально болмайды да, скорее всего деген сияқты қол жетімді дүниелер. Қол жетімді. Сіздің қазіргі жүріп жатқан жолыңыздың 3 есе көп болса болады. 10 есе ол уже нереально. Түсінікті ғой достар? Тағы айтамын, сіздің мақсатыңыз 100 алу емес. Сіздің мақсатыңыз 100 алған кездегі сезім, адамдардың айтатын комплименті, мұғалімнің айтатын комплименті, жатақханада жүрген кезде мынау фармакологиядан жақсы оқиды, мынау патофизиологиядан жақсы оқиды, мынадан сұра деп саған комплимент беруі басқалардың. Саған реакциясы мәні мықты оқиды екен деп, сол реакцияны алу үшін сен 100 аласың да. По факту сенің мақсатың сондай. Көрдің ғой? Кезінде менің де мақсатым орындалмауы, мен осы түсінбегенім. Мен осы затты түсінуім үшін мен ақша төледім да. Сен оны тегін көріп отырсың. Мен қалаймын? Сен осы, менің ниетім қандай болды видеоның басында? Сенің осы видеоны көріп, өзіңнің мақсаттарыңа жетуіңе менің бір себепші болуым. Себебі менің мақсатым осы бүкіл адамзатқа жақсылық жасау да, көмектесу, соның ішінде медик студенттерге. Сол себепті тек давайте бізге ешкім мотивация емес керек. Мысалы, менің өзіме бір мотивация беретін дәрігер жоқ. Алдында бұл көрінетінше. Менің ішкі мотивациям, осындай мақсаттарым маған мотивация береді, энергия береді. Сол себепті сізде осындай өзіңіздің мақсаттарыңызды қойыңыз, қалауыңызды жаза біліңіз, не қалайсыз. Вот сол сіздің қалауыңыз ғой 100 алу, жаңағы сезімді алуда, сол қалау ғана сізге энергия береді. Бітпейтін энергияны сол ғана береді сізге. Вот. 3 айдан кейін қараңыз, өмірде бұрынғы күнделікке жазған сезіміңіздегі нәтижелер, жазған мақсаттарыңыз орындалып жатады. Енді қараңыздар, кітапқа, блокнотқа жазасыздар ғой. Әрбір қалауыңызды 15 күн, 20 күн артық етпейді. 15 күн, 20 күн қайталап жазыңыз. Сіз қандай 3 айдан кейінгі қандай результат қалайсыз? Бірақ манағыдай 100 алу емес, 100 алған кездегі сезім, жаңағы машина алу емес, машина алудағы пантабация етудегі сезім деген сияқты. Енді машина алу, достар, әке-шешеңіздің алып беретін потенциалы болса керемет, бірақ өзіңіздің потенциалыңыз, қарапайым студент, 75-інде алып жүрген студент, ол машина алуға потенциалы келмейді, оның финансовый келмейді. Сол себепті соны кішкене ойлаңыз, машинада қымбат заттар жазуды алын. Немесе бір кәсібіңіз болса, әрине әңгіме жоқ. Сол себепті, достар, бүгін жақсылап жазып алыңыздар, 3 айдан кейін не аласыздар? Қол жетімді болу керек олар, көп болмау керек, қол жетімді, четко, өзіңіздің қалауыңыз болсын, біреудің емес, өзіңіздің қалауыңыз болсын. Соны жазыңыз, сол жазған қалауларыңызды 15 күн бойы қайталап жазыңыз. Күнде таңда тұрасыз, менің идеал күнім осындай, 100 алуға апай мақтап жатыр. 15 күн бойы жазасыз. Көрдіңіз ба? Бұл сізге көмектеседі. Нәтиже көріп жатқан болсаңыз, менің инстаграм ашық, кіресіз, жауап беріңіз. Сіздің результатыңызды көру маған қатты үлкен бір қуаныш, бақыт, видеоға түсіріп жатқан энергия босқа кетпегенін білдіреді. Мына жерге дейін видеоның соңына дейін менің шынайы оқырманым көріп отыр деп ойлаймын. Комментарийға өзіңнің қолдауыңды жаз, мына видеоңды өзіңнің шынайы достарыңа жібер. Шынайы жазшы. Мен қалаймын сенің мақсатың орындалғанын. Рахмет назарыңа.